Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен қаттама нанның қатпарлы кәушілдек болып пісетін рецептісінің құпиясын ашатын боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Дәл осы рецептін алып жасап дайындап көріңіздер. Сіздерге толықтай ұнайтынына мен сенімдімін. Және де менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер достар. Ешқандай да бұл жерде дрож қосылмайды, қамырды ашытпайсыздар. Бұл жерде санаулы ғана ингредиенттер қажет болады. Бізге сарыағаш, тұз, жұмыртқа, ұн ғана қажет болады достар. Енді ыдысымызға сарыағашты, газдалған сарыағашымызды құйып аласыздар. Соңында тұзды салып, кішкене араластырып қолымызбен. Одан кейін ситадан ұнымызды өткізіп, толықтай өткізіп болғаннан кейін жұмыртқаны жарып жібересіздер. Бір жұмыртқаны жарып жібересіздер. Мен бұл жерде салған кезде мен сарыағашты кішкене екі кесе ғана салдым. Өйткені менде екі зуала болады. Сіздерде дәл солай көп жасайтын болсаңыздар, екі зуаладан менде 4-3 штук қаттама шығады. Сіздер дәл солай қылып, мысалы көлемін үлкейтіп қоссаңыздар да болады. Көп мөлшерде шыға береді достар. Менде екі зуала шықты. Зуаламызды жайып болғаннан кейін жұқа қылып жаясыздар достар, мінекей толықтай әдемі қылып. Енді менде захрама деген сары майымызды ерітіп бетіне жағып, енді оқтауымызға осылай орап аласыздар. Орап болғаннан кейін пышақпен осылай ортасын кесіп аласыздар. Кескен кезде қамырды ажыратып аласыздар. Оны да екіге бөліп, шетінен қайырып, зуала қылып жасап аласыздар. Дәл осылай қылып, арасы өзі әдемі болып, қатпарлы болып шығады. Енді осылай қылып істеп алып, оны да оқтаумен жайып аласыздар. Өзі жайған кезде әдемі болып жайылады. Біркелкі болып, өзі қатты жұқа қылмайсыздар, қатты қалың да қылмайсыздар. Дәл осылай видеодағыдай қылып жасап жайып аласыздар. Енді мен қызып тұрған табада кішкене 2 ас қасық майды құйып жіберіп, табада пісіріп аламын. Осылай қылып салып аласыздар. Кішкене қолдарыңызбен айландырып отырып пісіріп шығасыздар. Келесі дайын болған кезде тағын 1-2 ас қасық сұйық майды құйып отырып пісіріп шығасыздар достар. Мінекей достар, менде әдемі болып пісіп шықты екі жағы. Орташа отта пісіресіздер. Сіздермен болған Сабира достар, ас болсын.